Сәлем достар, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін қысқы салаттардың бірі сацебели салатының рецептін сіздерге ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Менімен бірге болыңыздар. Сацебели салаты үшін біздерге қызанақ, яғни помидор, пияз, сарымсақ, ащы бұрыш, тұз керек, шемек май және қант қажет. Ең алдымен біздер пиязымызды 4 бұрыштап, яғни кубиктап турап аламыз. Үлкен кастрөлге шемек майымызды құйып, жаңағы тураған пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін ащы бұрышымызды дәндерінен ажыратып, тазалап алып, сарымсағымызды қосып, блендермен езіп сақтаймыз. Қуырылып жатқан пиязымызға блендермен сақталған сарымсақ пен ащы бұрышымызды қосамыз да тағы да қуырамыз. 15-20 минуттай қуырып аламыз. Ендігі кезекте помидорымызды турап блендермен езетін боламыз. Блендермен сақталған помидорымызды үлкен кастрөлдегі ащы бұрыш, сарымсақ және пиязбен қуырылған қоспамызға қосамыз. Рецептте көрсетілген мөлшердегі тұз бен қантымызды қосып, 1 сағат жарымдай отта қайнататын боламыз. Міне сацебели деген салатымыз да дайын болды. Өте дәмді, дәмі өте ерекше болып шығады. Ішіндегі қуырылған пияз, ащы бұрыш және сарымсақ салатқа ерекше бір дәм береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан кейін жыл сайын жасайтын боласыздар. Мен бұл салатты 10 жылдан бері дайындап келемін. Маған өзіме, отбасыма да қатты ұнайды. Менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта тағы да қызықты салаттардың рецептері болады.